Сәлем достар, осы менің каналымның ішінде пайдалы кеңес айдары бар. Сіздерге пайдам тиіп жатса, мен өте қуаныштымын. Бүгінгі видео қамырдан жасалатын барлық тағамдардың қамырының езілмеуі және оны морозильникте 3 ай қалай сақтауға болатыны жайлы айтылмақ. Ол үшін видео астындағы подписаться бөліміне өтіп, тіркелуді ұмытпаңыз. Алдын ала сізге рахмет. Ал бастаймыз. Ең бірінші қамырды илейтін суды дайындап аламыз. Бұл бірінші фишка. Яғни қамырдың езілмеуіне судың әсері өте мол. Су 200 мг болу керек және ол холодильникте 20 минутқа тұруы қажет. Келесі кезекте ұнды дайындаймыз. Ұн 620 грамм болу керек және електен өткізілген ұн болу керек. Ыдысқа осылай салып өлшеп аласыздар. Көріп тұрған ұндарыңыздан 2 суала қамыр шығады. Келесі кезекте қамырға қосатын қоспаны дайындап аламыз. Оған керекті заттар 200 мг салқын су, оның үстіне 1 чайный ложка толтырылған тұз, одан кейін 2 жұмыртқа, 2 ас қасық шиті майды қосып, қоспаны дайындап аламыз. Келесі кезекте менің қолымдағы екінші фишка, яғни қамырға қосылатын қоспа. Бұл қоспаның ешқандай зияндылығы жоқ, тек қана қамырды 3 айға морозильникке сақтай аласыздар. Ал күнделікті қамырға қосудың қажеті жоқ. Бізде ең соңғы фишка ол қамыр илеген кезде дайындаған қоспаны оның үстіне бірден құйып илеу. Илеп болғаннан кейін екіге бөліп салафанға салып қойып қоясыздар. Бұл фишкалар өте жеңіл және жас жаңадан түскен келіндерге қамыр илеуге көмегін әбден тигізеді. Ал достар, келесі видеода қамырды дұрыс қалай дөп-дөңгелек етіп жаюға болатынын және қандай салафанға салып сақтауға болатынын айтатын болам. Ол үшін төмендегі подписаться бөліміне өтіп, тіркелуді ұмытпаңыз. Алдын ала үлкен рахмет.